Ал каналымыздың ағзалары кепсең пілді жүгіртетін мынандай сары водосущий кроссовкаларымыз келген. Качестволары оғада зор, су өткізбейді, асты мынандай сплошной. Қанша суық болса да асты қиылып кетпейді. Бақаларын комментарияда айтып өтеміз. Һәм бұрынғы мәсі галошқа ұқсаған, соның заманауи мынандай водосущий кроссовкаларымыз келген. Аяқта да зор тұрады, су өткізбейді, бұның асты қиылып кетпейді. Бақаларын бұныңда комментарияда айтып өтеміз. Астары мягкий. Енді Босс фирмасынан джинси шалбарменен де зор түсетін асты қалың кроссовкаларымыз келген. Асты массажный болады. Бұлан водостойка, су өткізбейді. Жүргенде де аяққа жеңіл. Һәм бұның мынандай қара вариантлары да бар. Бұлан водостойка. Бұның асты қап-қалың, қанша суық болса да шыдайды. Бұның качествосы зор. Әлбетте Охота магазинде. Күтіп қаламыз бұл видеоны. Кроссовка іздеп жүрген достарыңызға жіберіп қойсаңыз болады.